Bu түсінікті. Арғай кеттік. عرفنا بالتفصيل المواضع التي يكون فيها الفعل مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجزوما дейді. Басқа бетке өтіп кеттім. Жоқ. Дұрыс. Фиғыл қай кезде роф болады, қай кезде насып болады, қай кезде жазым болады. Бұл бәрін битафсил, егжей-тегжейлі бұның бәрін өттік дейді. وكذلك المواضع التي يكون فيها الاسم مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجرورا. Сол сияқты исім қай жерден роф, насып, жазым жар болатынын егжей-тегжейлі өттік дейді. Егжей-тегжейлі емес, бірақ өттік. وعرفنا أنه متى محل فعل أو الاسم في موضع منها نرفعها أو ننصبه أو نجره أو نجزمه. Yani сол кезде фи'л немесе исм сол орындарға түскен кезде, роф, насып, жазым орындарына түскен кезде, сол орынға түскен кезде, ол орында оны насып, раф, жазым, жар ететінімізді білдік дейді. Роф орны түссе, роф етеміз, насып орны түссе, насып етеміз, отырыс па. Ғайра әнна дейді, алайда дейді. Минал афғали вәл әсмәи ма якуну мәбниян дейді. Фи'л мен исімдердің ма якуну мәбниян, мәбни болатын түрлері бар дейді. Ай, яғни, ла ятағайяру ақырху әббәдан. Оның соңы ешқашан өзгермейді, тек қана қателес айтпасаң. Битағайыры таракиб, құрылымдарын өзгермей, соң өзгермейді. Кәмә алимна, біз білгеніміз сияқты дейді. Фа хазал мәбнию иза уақа'a фи мауди мин мавадил рафқи ау насби ау жарзми ау жарри. Осы мәбни сөз рофқтың немесе насыптың немесе жардың немесе жазымның орындарының бір орынға түсіп қалса дейді, не болады? Назоран, ла нуғайыру ақыруху, оның соңын өзгертпейміз дейді. Мысалы, хуа деген соңы хуа мәбни болып тұрма, егер роф орнына түссе, хуун болмайды, хуун жаа деп айтпаймыз ғой, мүптада болса, немесе биден кейін келсе, бихин деп айтпайсың ғой, дұрыс па? Бірақ бихин, яғни өзгертпейміз дейді. Назоран ли уқуиха фи заликал мауди'i, сол орындарға түсіп отқанына қарап, соңын өзгертпейміз дейді. Ай, алайда, яғни, иннаху лау жу'иля маканаху исмін му'рабын лан захара алейхи рофху ау насбу мәсәлін дейді. Яғни, егерде оның орнына рофх исім немесе рофх фиғыл қойылса, оның насып, рофхы ашық көрінетін еді дейді. Мысалы, хуа жаа дедік. Хуа жаа дедік, хуаның орнына бір рофх исімді қойдық, мысалы, зайд қойсақ, зайдун жаа болады. Зайдтың соңы роф болып кетеді. Яғни хуа деген роф орында тұрған біз біліп қоямыз. Ва бинаан ала далика юқалу фи мисли хуа алимун дейді. لا يغير آخره نظرا لوقوعه في ذلك الموضع أي إنه لو جعل مكانه اسم معرب لا ظهر عليه رفع أو نصب مثلا. وبناء على ذلك бұған қоса деген сөз шығар, қазір қарап көрім, бинаан ала залика деген екен. Юқалу фи мисли. На сөзді мен білмеймін, бинаан ала залика деген. Осыған сүйене отырып деген сөз бол керек. Қазір қарап көреміз. Бинаан ала залика, осыған сүйене отырып, юқалу фи мисли. Мынау сияқты сөзде бұлай деп айтылады. Біреу маған звондап қалды. Ка видео өшеді. Немесе өшпейді. Хуа алимун, ол алим деп айтсақ, хуаның соңын не істемейміз, өзгертпейміз. Хуа мубтадаун мабдин ала фатхи фи махали рофқи. Хуа деген мубтада дейміз, мабни дейміз, ала фатха мабни фи махали роф. Бірақ роф орында тұр деп айтамыз. Афи, және мұна мысалда, иннаху фадилун, ол фадил деп айтқан кезде, абзал деп айтқан кезде, хаум исмун инна мабнин ала дамма фи махали нас деп айтамыз. Бұл жерде иннаху дегенде ха деген дамир, ху деген дамир, ол мабнин ала дамма фи махали нас деп айтамыз. Өйткені ол иннаның исім болып тұр. Афи мән садақа қастуху хасуна амалуху, мән садақа қастуху хасуна амалуху деген мысалда, садақа деген фи'л мади мабнин ала фатхи фи махали жазм деп айтамыз. Өйткені ол мәннің несі болып тұр? Шарты болып тұр. Қосту деген мудофун, ха деген мудоф илайхи мабнин ала дамма фи махали жар деп айтамыз. Қостуху дегенде худы не айтамыз?
мабнин аля дамма фи махалли жар деп айтамыз. Ва аля хазал қияс, осы нәрсеге салыстыр дейді. Ва бинаан аля залика деген мағынасы не екен? Қазір көреміз.